Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Біз өзіміздің қай мемлекетте өмір сүріп жатқанымызды ұмытып қалдық, тіпті ауыл әкімі келіп жағдайымызды сұрамады деп, Маңғыстауда ереуілде тұрған жұмысшылар наразылығын білдірді. Техниканың тозып кеткенін айтқан наразылардың айтуынша, жұмысшылардың жағдайы жақсы болса, бұлай ереуілге шықпас еді дейді. Ол халықтың мұң-мұқтажын тыңдамайтындар қызметінен кетсін деп отыр. Маңғыстаудағы Вестойл жұмысшылары Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына өздерін ауыстыруды және бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесін енгізуді, сонымен қатар ескірген көлік техниканы жаңартуды талап етуде. Қазмұнайгаз басшысы алғашқы екі талапты орынсыз деген болатын. Жетібайдағы жұмысшылар мен белсенділер мұнымен келіспейді. Жаңаөзеннен Жетібайға келген бір топ мұнайшы мен азаматтық белсенділер Вестойл жұмысшыларын қолдайтындықтарын айтып, билік өкілдерінен ешкім келмеді деп, оларға наразылықтарын білдіруде. Бүгінде 7-ші күнге ұласқан Жетібайдағы жағдайда баяндар болсақ, арнайы жасақтың бұл жерге жеткені, сонымен қатар Маңғыстаудағы Жетібай кентіндегі Вестойл компаниясының 500-ден аса жұмысшысының әлі де ереуілдетіп тұрғанына міне бақандай 7 күн болды. 17 желтоқсандағы негізгі мәселе көтерген жұмысшылар өздерінің талаптарын ашық айтуда. Жетібайға арнайы жасақты жібергенше, министрлік немесе үкімет басшысының өзі жұмысшылармен кездесуге келу керек еді ғой. Солай емес пе? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.